Қайырлы күн қыздар. Бүгін бізде ет тамақ. Етті салдым. Көбігін жақсылап алып жатырмын. Бүгін тағы да операторда, аспазшы да өзім осылай қойып қойдым көбік сүзгішті. Бәрін жақсылап көбігін әдемілеп алып аламын да. Одан кейін ішінде сүрет те бар, сондықтан кішкене біраз сапырамын. Қазір бәрін қаттырақ сапырсам, көбігім қайтадан төгіліп кететін түрі бар. Сондықтан сіздерге осылай бар мүмкіндігімше көрсетіп жатырмын. Қазір мына көбікті түгел алып, сүзгішімді алып тастаймын да. Бұл өзімен өзі осылай тұр ауада. Алып тастаймын да, одан кейін әдемілеп сапырып, бабында әдемілеп қайнатамын. Ары қарай менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Құрметті менің оқырмандарым, үлкенді, кішілі, менің аяулы, бір отанды тербетіп отырған керемет аспазшыларым. Қыздар, міне менің етім 1 сағаттан асты. Жақсы бабында қайнап жатыр. Сәбіз салдым, картоп салдым. Ет майлы болғаннан кейін картоп кішкене бойына май сіңдіреді. Балаларым оның үстіне етпен, қамырмен картопты жеген жақсы көреді. Сондықтан сіздер әрқайсыңыз өзіңіздің қалауыңызша. Біреулер болгар бұрышында салып жатады. Пиязды да бүтіндей салып жібереді. Ну, это уже вкус. Әркімнің несіне қарай, өздерінің талғамына қарай. Салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Осылай 1 сағаттан аса қайнап жатыр. Тағы да енді картоптар піскенше біраз бабында әлі де қайнатамын. Қыздар, мұнда еттің қамырын илеп қойдым. 1 зуала ғана. Адам санына қарай өздеріңіз. 1 жұмыртқамен су, тұз, осылай орташа жұмсақ қылып қамырын илеп қойдым. Енді июғанып кішкене тұрсын. Одан кейін жаямыз. Міне осылай 1 зуала үлкен жұқа әдемі қамыр жайылды. Қыздар, мынандай базардан мен сүзбе. Әр жерде әртүрлі атайды бұны. Біз сүзбе дейміз. Осындай сүзбе алдым мен. Осындай ет тамаққа керемет подлив болады. Ой, подлив деп қой, сорпасына. Әсіресе емізулі әйелдерге сүтін құнарлы қылады, маңызды қылады. Осылай айранның орнына осылай сүзбені қосамыз. Дәмді болады, керемет. Міне қыздар, етті сүзіп алып, осылай қамырын сорпаға салып пісіріп аламыз еттің. Не қыздар, қамырға мұздай су құйып аламыз. Сонда дара-дара, жеке-жеке әдемі болып түседі қамырымыз. Осылай сүзіп аламыз қамырымызды.